Қайырлы күн, оқушылар. Бүгін сіздермен өтетін сабағымыздың тақырыбы құндылықтар жүйесі деп аталады. Бұл сабақта сіздер құндылықтар туралы ұғым, құндылықтар жүйесі туралы таным көкжиектеріңізді кеңейтесіздер. Сабақтың мақсаты мәтінде көтерілген автор мен оқырманның қарым-қатынасын ескере отырып, сұрақтар құрастыру және бағалау. Бүгінгі сабақта мәтінде көтерілген мәселеге байланысты сұрақтар құра білуге, автордың көзқарасын бағалай білуді меңгересіздер. Жаңа сабағымызға бір қадам жасау мақсатында рухани құндылықтар жүйесі туралы ойларыңызды бір арнаға тоғыстырып алсақ. Құндылықтар жүйесі. Жалпы құндылықтар жүйесі рухани дамудың қайнар көзі болып табылады. Тұлға бойындағы негізгі қасиеттер. Жалпы құндылықтар рухани құндылықтар, материалдық құндылықтар болып екіге бөлінеді. Оқушылар, құндылықтар жүйесі туралы толық ұғым қалыптастыру үшін мәтінге назар аударамыз. Жалпы адамзаттық құндылықтар жеке тұлғаның бойында өмірге келген сәтінен бастап бірге дамиды. Жасы ұлғайған сайын қоршаған ортасына сәйкес бірге қалыптасады. Тәрбие мен оқытудағы адамгершілікке бағыттаған идеалдар құндылықтар деп қарастырылады. Оларға шындық, қайырымдылық, тұлға, бостандық, махаббат, шығармашылық және тағы басқалар жатады. Құндылықтар идеалдарды қабылдау немесе қабылдамау сезімі арқылы айқындалып, ақыл-ой сана арқылы қабылданады. Құрметтеу, қошеметтеу, қабылдау тәрізді ұмтылысты білдіреді. Бұл сезім мен ақыл-ойдың ұштасуын және сол арқылы адамның іс-әрекетін белгілейді. Құндылықтар сезім қабылданады. Сана арқылы түсінуге болады. Соның нәтижесінде тұлға құндылықты игереді де іс-әрекет етеді. Осы аталмыш құндылықтардың бастау көзі халықтың мол мұрасында. Ол мұра халық пайда болғалы, онымен бірге жасасып, бірге дамып келе жатқан құнды дүниелер. Құндылықтар туралы алғашқы түсінік ежелгі грек ғалымы Сократтан бастау алады. Сократ үшін құндылық адамның өмірді бағалауы екен. Ал Аристотель жақсылық, игілік ұғымдарын жағымды мінез құлықты, рухани құндылықты бейнелеуде қолданады. Құбылысты, затты, жағымды бағалау адам үшін құнды игілікті түсінуге негізделген. Ізгілік сөзі салыстырмалы мағынада белгілі бір жағдайдағы адам үшін жақсылық пайдалы нәрсе деп түсіндіріледі. Рухани адамгершілікке тәрбиелейтін